Қайырлы күн достар, бүгін ұйғыр асханасының ерекше дәмді тағамның рецептісімен бөліскім келіп тұр. Білесіздер, лагманның көптеген түрі бар. Мен өз парақшамда гуру лагманның рецептімен бөліскен болатымын. Бүгінгі видеода сіздерге хауха лагманның рецептімен бөлісемін. Бұл ерекше тағамды жасағыларыңыз келсе, менімен бірге болыңыздар. Алдымен тағамға осындай түрлі түсті бұрыштарды пайдаланатын боламыз. Бұл тағамға ерекше түс беретін болғандықтан осы бұрыштарды пайдаландым. Негізінде жартылай ащы бұрыштарды да пайдалансаңыздар болады. Одан кейін жуаны, яғни пиязды майдалап турап аламыз. Пияз турап болғаннан кейін пекин 40 қабаттарының осындай жұмсақ жерлерін алып тастаймыз. Бізге қатты жерлері керек. Бұл лагманға қосылатын жері видеода көрсетілгенде 3 бұрышты немесе 4 бұрышты етіп, өзіңізге ыңғайлы етіп турап аласыздар. Қызған майдың үстіне маринатталған етті салып, жақсылап қуырамыз. Бетін жауып 5 минут қуырамыз. 5 минуттың ішінде бізде ет міндетті түрде пісетін болады, еш уайымдамаңыздар. Және келесі бізде бұл лапеза. Лапезаның рецебін ссылкасын мен міндетті түрде қалдырамын. Лапезаны салып, жақсылап тағы 1-2 қозғап қуырамыз. Артынша пиязды саламыз. Пиязды да жұмсарғанша 1-2 минут қана қуырып аламыз. Пияз салып болғаннан кейін сарымсақ және пекин капустасын саламыз. Пекин капустасында 2-3 минут қуырамыз. Газды орташа отқа қоямыз. Келесі кезекте бұрыштарды салып тағы да қуырамыз. Егерде жартылай ащы бұрыш пайдалансаңыз, лагманның тұздығы ащы болады, яғни ащы дәм береді. Біздің үйде балалар болғандықтан, қышқылды ұнатпағандықтан мен осындай тәтті бұрыштарды пайдаландым. Тұздыққа салынатын әр өнімді 2-3 минуттан қуырып алсаңыз жеткілікті. Бізде әр салынған заттар қатты езіліп кетпеуі тиіс. Тұз бұрышымызды және паприкамызды салып тағы да араластырып аламыз. Артынша 1 қасық соя тұздығы. Келесі бізде тұздыққа құйылатын сұйықтық, бұл сарымсақ пен имбирдің суы, яғни осы тұздықты жасар алдын ала дайындап тындырып қойсаңыз болады. Шай кесеге сарымсақ пен имбирді турап, үстіне ыстық қайнаған суды құйып тындырып қоямыз. Егер тұздығыңыз мейлінше сұйық болғанын қаласаңыз, қалауыңызша су қосып жіберсеңіз болады. Тұздығымыз мінекей дайын. Келесі кезекте біз жұмыртқаны саламыз. Яғни осы хауха деп аталу себебі осы жұмыртқа бетінде болуы. Яғни жұмыртқадан біз блины жасайтын боламыз. Кішкене ғана табаға май құйып, араластырылған 1 жұмыртқаны салып, бетін жабамыз. Тез піседі, қарап тұрыңыздар. Одан кейін бірден алып, бетіне тұздықты жағып жібереміз. Хауха лагман бізде дайын болды. Лагманның қамырын рецептісі менің каналымда бар. Описанияға ссылкасын қалдыратын боламын. Ұйғыр асханасының тағамдары өзіме ерекше қатты ұнайды. Сіздер де отбасыларыңызға жасап көріңіздер. Ас болсын.